Таң намазына ұйықтап қалған жағдайда қашан және қалай өтеуге болады? Таң намазына ұйықтап қалған жағдайда күн найза бойы көтерілгеннен бастап сол күнгі зәуал уақытысына дейін сүннетімен қосып парызының қазасы өтеледі. Зәуал уақытысы деп шамамен бесін намазына 15-20 минут қалған уақытты айтамыз зәуал уақыты деп. Ал енді бесін намазының уақыты кіріп болғаннан кейінгі уақыттарда қазасын өтейтін болса, тек қана парызы ғана өтеледі. Азан мен қамат айтыла ма? Азан шақырып қамат түсіру қаза намаздарына сүннет болып табылады. Сондықтан да мүмкіндік болып жатса, азан шақырғаны жақсы. Ал енді азан шақырмай тек қана парызына қамат түсірумен шектелетін болса, оған да рұқсат. Енді осы жерде мынаны айта кету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай деген: "Мән соллал бардайни дахулал жанна" дейді. Кімде-кім екі суық намазды оқитын болса, ол пешке кіреді дейді. Мұндағы екі суық дегендегі мақсаты таң намазы мен құптан намазы. Және де басқа бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазы мен құптан намазы мұнафиқтарға ауыр келеді деген. Сол себептен мұсылман кісі барынша таң намазына ұйықтап қалмай, барынша таң намазын уақытылы оқуға тырысып баққаны дұрыс болады.